Әлем құбылып тұр, жан-жағымыз тыныш емес. Геосаяси, геоэкономикалық және геоидеологиялық дағдарыс терроризм мен экстремизм қылмыстарының күшеюіне әсер етті. Әлемде былтыр 4000-ға жуық теракт тіркеліп, мерт болғандар саны 6000-нан асқан. Алпыс талқымдаған Қадырдың саналы ғұмыры абақтыда өтуде. Түрмеге алғаш рет танысын өлтіріп түседі. Қатаң режимдегі колонияға 17 жылға аттанғанда келіншек екеуі ортақ шешіммен ажырасыпты. Араларында бала жоқ. Сол кезде күйзеліске түсіп, ар азабын шеккен Қадырды радикалдар өздеріне тартады. Иманыңды түзейміз деп ықтарына жығады. 2001 жылы 96 бабының 2-ші тармағымен 17 жылға бас бостандығынан айырылып, 2001 мен 2014 аралығында жазамды өтедім. Сол жазамды өтеген кезде сол жақта ислам дінін қабылдап, Қарағанды облысының Қаражал мекемесінде осы балалармен сол жақта таныс болып, солардың уағыздарын тыңдап, соларға басын дейіп, біздің ақидамыз дұрыс деп мен сол балаларға сендім. Қадыр Павлодар облысында дүниеге келген. Ата-әже тәрбиесін көрмепті. Орыс тілді ортамен араласқан. Дәстүрді, тарихты білмегендіктен дінді бұрмалағандардың сөзіне ерген. Абақтыдағы арандатушыларға аталмын деп баят, яғни ант берген. Бұлар бостандыққа шыққанда Алматыда теракт жасауды жоспарлайды. Джихадқа кірісуіміз керек деп. Мен содан переспрашивать еттім, қалай ол кім нететін дегеннен кейін маған айтты, ол сенің жұмысың емес. Сен 4-5 адам жина, болды, қалған уже біз жиналғасын өзіміз шешеміз деді. Маған айтты, егер сен тайып кететін болатын болсаң, онда сен мұнафық болып өлесің, лицемер боласың, сенде задний жоқ. Мен қорқытып, үнге солай кіргізіп алғаннан кейін, сосын мен қорқытым. Удомен шыққан кезде маған тапсырма берді. Зонадан таксофоннан менің телефоныма звондап отырды. Мені контролировать етіп отырды. Сәләфиттерді көбінесе осы хаварижден тараған осы топтар деп айтып жатамыз. Такфир де осы сәләфиден бөлініп шыққан бір секта. Такфирдің өзі сәләфиттік ағымнан бөлініп шыққан бір секта деп қаралады. Біреуді кәпірге шығару, оны өлтіргенмен тең деген пайғамбарымыз алейхиссаламның хадисі бар. Қадырды матап алғандар 2020 жылдың басында қапастан босап шығады. Қаскөйлер нысанаға күштік құрылымдарды алады. Қылмыстық сценарий бойынша ши бөрілер қоғамдық орындарда теракт жасап, Сириядағы Даиш террорлық тобының жетекшісі Әл-Багдадиға үндеу жасаулары керек еді. Бірақ құзырлы органдар оларды тырп еткізбей түгел тұтқындады. Әр мемлекеттің өзіне діни басқармасы бар, соған қарай не болады? Фатуа беріледі. Абу Ханифа мазхабы, дәстүріміз, Қазақстан мектебі, қалыптасылған, бүкіл жұрттың бәрі, халықтың барлығы осы фатуамен жүгіріп келе жатыр. Кейбір дінді түсінбеген жастарымыз шетелдерден тыңдап, еліктеп, жаңа ерегісіп, мен Абу Ханифа мазхабында емеспін, мен жаңағы Хамбали мазхабында дейді. Біреудің жаттанды сөздерін алып, елдің арасында енді бүлік шығару деген бұл жақсылыққа апармайды. Қадыр сот үкімімен 14 жылға сотталды. Жазасын Шығыс Қазақстан облысындағы түрмеде өтеуде. Осы мекемеге келген уақытында өзін біраз тұйық ұстап, жаңағы заңға жоққа шығарушылық кішкентай бойында болды да, сондай жағдайлар байқалды. Содан біздің осы дін мәселелерін зерттеу орталығынан келген білікті мамандар, теологтар болысып, осындай қазіргі жағдайда жақсы өзгерістер, оң өзгерістер байқалады.
мекеменің жаңағы ішкі тәртіп ережелерін сақтайды. Исламға жаңа келген балалар бар, салафизм ағымын жамылып жүрген адамдарда, оларда тыңдаңдар. Интернеттен және де бейтаныс бөтен адамдардан білім алмауларыңды мен тілеймін. Биыл Астанада 8 адамнан тұратын радикалды топ кісенделді. Жалпы жыл басынан бері терроризмді қаржыландырып, насихаттаған 19 қылмыскер түрлі жазаға кесілді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасына төрткүл дүниені теңселтіп тұрған террорға қарсы күресті күшейтуді тапсырды.